Ұшақтан вирус шашу, химтрейл және осыған ұқсас ақпараттар әлеуметтік желіде әлі талқыланып жатыр. Желідегі жазбада айтылғандай, Испания химтрейлді ресми түрде мойындаған алғашқы ел ме? Германияда вакцина салған марқұмдардың денесінен наночип табылғаны рас па? Және осы аптада жарияланған басқа да материалдарға бірге шолу жасайық. Әлеуметтік желіде Испанияның батыс елдері арасында бірінші болып химиялық аэрозольді шашқанын мойындаған жайлы ақпарат тарап жатыр. Мұндай ақпарат тек желі қолданушылары емес, кейбір сайттарда таратқан. Біз бұл ақпарат туралы толық тексеріп, қашан және қалай тарағанын анықтап көрдік. Бұл фейк Испанияда бұрыннан тарап жүр. Сонымен бірге Еуропарламентте де 2015 жылы талқыланған. Испанияның мемлекеттік метеорологиялық агенттігі неутрал журналистерінің сауалына бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын хабарлаған. Бұдан бөлек Еуропарламент комиссиясы да зерттеу жүргізіп, ақпараттың жалған екенін айтқан. Ал бұл ақпарат жариялаған Alerta Digital сайтында кликбейт, фейк және қастандық теориясы туралы жиі айтылады. Әлеуметтік желіде вакцина салған марқұмдардың денесінен наночип табылған жайлы ақпарат тарап жатыр. Материалда Ройтлинген патология институтының қызметкерлері, яғни патолог-анатом ғалымдары конференцияда осылай айтқаны жазылған. Сонымен қатар конференцияда 8 мүрдеге анализ жасалған мыс. Фактчек KZ мұндай ақпараттың тарауына не түрткі болғанын және қалай тарағанын тексеріп көрді. Қайтыс болғандардың тінінен наночип табылған туралы ешқандай дәлел жоқ. Сондықтан да жалған. Сонымен қатар бұл зерттеу ғылыми әдіснамаға сай жасалмаған, ал бастапқы деректер салыстыруға келмейді. Бұған қоса кәсіби қауымдастықтар мұндай мәлімдеменің ғылыми емес екенін айтып, жасаған мәлімдемемен келіспейді. Екі патологоанатом да бұрын күмәнді ұйыммен жұмыс істеген. Сондықтан да бұл ақпараттың үкімі манипуляция. WhatsApp желісінде Халық банк 100 жыл толуына орай акция ұйымдастырып жатыр деген сарында сілтемелер тарап жүр. Сұрақтарға жауап беру арқылы 100 мың теңге ұтып алады мыс. Банк мұндай акция ұйымдастырды ма? Бірге тексерейік. Халық банктың 100 жыл толуына орай деген тіркес адамдардың акцияға сенуіне себепкер болып, сізді алдап түсіреді. Халық банк сайтынан ұйымға 97 жыл толғанын және ешқандай конкурс өткізбегенін көре аламыз. Сондықтан да бұл хабарлама фейк. Мұндай сілтемелер адамдардың дербес деректерін жинау үшін құрылған қақпан. Назарларыңызға рахмет. Фактчекерлер назарына іліккен ақпарат осы. Фактчек KZ сайтының желідегі парақшаларына тіркеліңіздер. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.